Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін қазақ тілі мен әдебиеті сабағы 9-шы бөлім «Жібек жолы» жобасы 6-шы сынып 37-40 беттер. Здравствуйте, ребята! Сегодня казахский язык и литература, 6 класс, 9 раздел, название темы, проект «Шелковый путь». Страница 37 по 40. Жаңа сөздер, новые слова. Белдеу, пояс, ынтымақтастық, содружество, ықпалдастық, взаимодействие, асу, перевал, тарту ету, подарить, созыл, подтягиваться. 38-ші бет, 3-ші тапсырма, мәтінді оқы, тақырып қой. 38 страница, 3-я тапсырма, читайте текст и озаглавьте. 2010 жылы Алматыда жаңа жібек жолы ұлы дәстүрдің туризм мен ынтымақтастықтың қазіргі озық үлгілеріне атты 2 күнге созылған форум болды. Бұл форумға жібек жолының бойында орналасқан 25 ірі қаланың мэрлері қатысты. Форумда аймақтық туризмді, өзара ынтымақтастық пен ықпалдастықты дамыту, оны одан әрі жетілдіру туралы айтылды. Форумда аймақтық туризмді дамытудағы кедергілер де сөз болды. Жібек жолы бастамасының негізгі мақсаты сауда, инвестиция және туризм салаларында Орталық Азия мемлекеттері мен Қытайдың экономикалық интеграциясы және аймақтық қарым-қатынасын тереңдету. Жібек жолы қалаларының әкімдері бас қосқан алғашқы форум 2006 жылы Ташкентте, кейін Қытайдың Ланчжоу қаласында өткен болатын. Форумға жібек жолының құрамына кірмейтін елдер де қатысты. Олардың арасында Иран, Корея, Жапония, Ресей және басқа да мемлекеттер бар. Жазылым 2-ші тапсырма, 37-ші бет, көп нүктелер орнына тиісті жалғаулықтарды жаз. Письмо, 2-я тапсырма, 37 страница, вместе многоточие, ставьте окончание и допишите предложение. Үйге тапсырма. Айтылым 37-ші бет, 1-ші тапсырма, сұрақтарға жауап беріңдер. Домашнее задание. Говорение. 37 страница, 1-я тапсырма, ответьте на вопросы. 1-ші сұрақ. Қазіргі кезде ұлы жібек жолы бар ма? 1-й вопрос. Сегодняшний день существует ли Великий шелковый путь? 2-ші сұрақ. Қазақстан қандай елдермен сауда-саттық жасайды? 2-й вопрос. Казахстан с какими государствами делает торговлю? 3-ші сұрақ. Біздің ел экспортқа қандай товарлар шығарады? 3-й вопрос. Наше государство выпускает экспорт товарами каким государством? 4-й вопрос. Қазақстанға ең көп товар қай елден келеді? Казахстан в основном из каких государств привозят товары? 5-ші сұрақ. Оның себебі неде? 5-й вопрос. В чем причина?